теңгенің иесін біз 21-нен анықтайтын екенбіз. Ал бісміллә кеттік. Салтанат деген кісі Жайлаубай Еркегүл Балжан деп жазып қойып. Сәуле Райымбек, Нұргүл Есенбек қызы, так, Зәкір Ұлжалға, Ақбөпет Түлен, Айгерім, Данай Жәния, 10 жеңімпазды анықтаймыз. Аймұратова Шайза, 200 мың теңгеден 5 адам. Жансая Төлегенова, Битұрсынова Назерке, Байжігітов Думан, Назила дейді, активный, Алимат Түркменбай. Саламатсыз ба Жансая, сіз Рысқала Экранбайдың эфирінен косметика алған екенсіз, 200 мың теңге ұтып алдыңыз, құтты болсын. Каспи номеріңізді жазып жіберіңіз. Бұл кісі қанша ұтқан? 100 мың ба? Шайза деген кісі қанша ұтқан? 100 мың теңгем қайда? Деп отқан шығар апайлар. Ақша аударып қолыма ұрып кетті. Нан бәріне жіберілді онда. Әлима Т деп шықты. 200 мың теңге ұтты ғой бұл кісі. Міне, 200 мың теңгесі жіберілді. Бізге дәл қазір жауап жазған Алима Т 200 мың теңгенің бір жеңімпазы 100 мың теңгеден 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кісі жазған. 700 мың теңге и 200 мың теңге. 900 мың теңге жіберілді, 1 миллион 100 мың теңге қалды. Қалғанда ертең оны қайттан ойнады деп жүрмеңіздер, оның жеңімпаздары бар, мен аудио жіберіп қойдым уже ол кісілерге. Бүгін бізде 25 сәуір, Алла нәсіп етсе күні ертең 26 сәуір күні тікелей эфирде осы су жаңа автокөліктің иесін анықтайтын боламыз. Бұл көлікке бақ сынау үшін сіздер не істейсіздер? Біздің Ырыс косметикадан сапалы тауарларымызды сатып ала отырып, өзіңізге ғана тән жеке билет номеріңізді аласыз. Сол жеке номеріңізбен осы көлікке бақ сынай аласыз. Және де жобамыз 26 күні аяқталатын болады. 26 күні бізде толықтай сатылым жабылады. Сапалы тауарды тиімді бағаға алып қалыңыздар. Бізді алдымызда қорытынды эфир күтіп тұр. Құны 60 миллион теңгені құрайтын Алматыдағы жер үйіміздің де иесін анықтайтын боламыз. Сәттілік серіктеріңіз болсын, ағыңыз жанып, бабыңыз қатар шауып, көліктің иегері атаныңыз, және де кімнің ағы басым түседі, сол жан. Баршаларыңызға қайырлы түн, қалқым, түннен түгел шығыңыздар. Алла амандық беріп, таңды төрт көздеріңіз түгел, бастарыңыз аман, бауырларыңыз бүтін көруді нәсіп етсін деймін. Бізде бүгін 26 сәуір, бізде бүгін ақ түйенің қарны жарылатын күн. Бүгін кешкі 20:00-де Алла нәсіп етсе, сіздерге деген ақ ниетпен менің қолдаушыларымның арасында әппақ тұлпарды бір кісі тізгіндейтін болады. Ол сіз болуыңызда әбден мүмкін, сәттілік серігіңіз болсын. Қазақта үмітсіз шайтан деген сөз бар ғой, құдайдың қалауынсыз қурай да сынбайды, құдайдың қалауынсыз құмырсқаның аяғы да сынбайды деп жатамыз, е. Алла нәсіп етіп, бағыңызды басым етіп, сәттілік күліп қараса, неге жоқ мәселен кей дейін да. Сондықтан да Ырыс косметикадан біздің сапалы өнімдерімізді тиімді бағада өзіңізге ұнаған сатып ала отырып бақсынайсыздар. Содан кейін қалқым, ертең Алла нәсіп етсе эфир бітеді, соңғы күн сатылымның. Одан кейін финалдық эфир, яғни үйді ойнатқанша менде біраз күн уақыт болады. Соған мен былай жасағым келіп тұр. Мен мынау түнде бір стористар салам ғой. Атың сат, тоның сат, жатарыңда тойып жат деп ана түнделетіп бешбармақ жеп атқанымызды салам ғой сторисқа. Сол кезде маған көпшілік кісілер айтып жатады, жаңағындай екіқабат келіншектерді аямайды екенсіз ғой, аузымның суы құрып жатыр, енді қайдан табам бұндай бешбармақты деп, әсіресе жүкті келіншектер, содан кейін жаңадан босанған аналар ойбу омырауым ісіп қалатын болды ау деп айтып жатасыздар, иә. Әрине көрген астың күйігі жаман дейді, оны бір мақтан үшін емес, әйтеуір енді блогер болғаннан кейін білесіздер ғой, менікі лайф, не істеп жатырмыз соны саламыз. Менің тек дәретханаға барғанымды көрмегенсіздер, басқасын бәрін түсіріп сала беремін ғой, білесіздер. Соны енді мен биткім келіп жатыр. Бір араларыңыздан осы Алматы қаласынан бір 10 жүкті келіншек маған мекен жайларыңызды жазып қойсаңыздар, өз қолыммен әдемелеп тұрып бешбармақ жасап, сол 10 келіншекке 10 ыдыспен бешбармақ жібергім келіп жатыр. Ал өзімде андай көп бешбармақ істегім келіп жатыр, білмеймін. Ішімдегі аспаздық қасиеттерім оянып жатыр.